сәлеметсіздер ме? Мен Абай атындағы Шығыс Қазақстан гуманитарлық колледжінің студенті. Байқау практикасы бойынша педагогикалық іс-тәжірибесінен өтудемін. Мамандығы: бастауыш білім беру. Біліктілігі: бастауыш білім беру мұғалімі. Тобы: 3К1 тобы. Машықкер: Қалибекова Ақбота. Мен қазіргі таңда Мөнеке негізгі орта мектебінен іс-тәжірибеден өтудемін. Іс-тәжірибе әдіскерім Бокебаева Ақмарал Бекболатқызы. Сабақтың тақырыбы: жануарлардың тіршілік ортасы. Сабақтың мақсаты: жануарлар туралы алған білімдерін топтарға бөліп, үй жануарлары мен жабайы аң-құстардың тіршілігіндегі өзгерістерді, ерекшеліктерді танып білу дағдыларын дамыту, табиғатты аялауға, жануарларды қорғауға, қамқорлыққа, достыққа тәрбиелеу. Балалар, мекен ортасы дегеніміз не? Қалай ойлайсыңдар? Жарайсыңдар. Мекен ортасы дегеніміз жануарлардың тіршілігіне қолайлы жағдайлар табатын табиғи тұрағы. Балалар, жануарлардың тіршілік ортасы неше топқа бөлінеді? Жарайсыңдар. Жануарлардың тіршілік ортасы су, құрлық, топырақ атты 3 топқа бөлінеді. Балалар, еске түсірейік, жануарлар қандай топқа бөлінуші еді? Жарайсыңдар балалар. Жануарлардың топтары қосмекенділер, құстар, сүтқоректілер, бауырмен жорғалаушылар, бунақ денелілер, балықтар деп бөлінеді. Адамзаттың табиғатсыз күні жоқ, оны айтуға табиғаттың үні жоқ. Су — тіршілік көзі. Су — тіршілік ортасы. Су көптеген ағзалар үшін ең қолайлы орта болып саналады. Организмдер үшін судың оттек пен жарықтың болуы және тағы да басқа негізгі рөл атқарады. Құрлық — ауа тіршілік ортасы. Бұл табиғи тіршілік ортасы. Атмосфералық ауаның көп болуымен ерекшеленеді. Топырақ тіршілік ортасы. Топырақ құрлықтың беткі қабаты. Топырақ тығыз, онда жарық болмайды. Оның есесіне топырақта көмір қышқыл газы көп болады. Балалар, қанекей мысал келтірейік. Камбала деген балық теңізде тіршілік етеді. Ол өзіне қажетті қоректі теңіз түбінен ғана табады. Сондықтан ол су түбінен көтерілмейді. Бұл өздеріңе таныс тиін. Тиін құрлықта мекен етуге бейімделген. Бірақ ол құрлықтың кез келген жерінде, ағаш жоқ, жазық жерді таңдамайды. Тек өзіне бүр, саңырауқұлақ сияқты қорек табатын ағаштарда тіршілік етеді. Бұл тиіннің мекен ететін ағашы, қарағай мен шырша. Балалар, қалай ойлайсыңдар, ұзын мойынды құстарға нелер жатады? Жарайсыңдар. Ұзын мойынды құстарға қаз, аққу, үйрек жатады. Судан қорек тауып жеуге машықтанған. Аяқтарындағы бармақ арасындағы жалғасып тұрған тері суда жақсы жүзуге көмектеседі. Ұзынды жалпақ тұмсығы аулаған азығын ұстап жеуге қолайлы. Сонымен жануарлар өздеріне қолайлы жерде тіршілік етуін мекен ортасы деп атайды. Балалар, қанекей ойланып жауап берейік. Бұл жануарлардың тіршілік ортасын атаңдар. Аю. Аю қай жерде мекен етеді? Жарайсыңдар. Аю орманда, яғни құрлықта мекен етеді. Балалар, итбалық қайда мекен етеді? Жарайсыңдар. Итбалық суда мекен етеді. Бұл кит. Кит қай жерде мекен етеді? Жақсы балалар. Кит суда мекен етеді. Бұл шұбалшын құрты. Шұбалшын қай жерде мекен етеді?
Жарайсыңдар балалар. Шұбалшын құрты топырақта мекен етеді. Үйге тапсырма. Шөлде, құрлықта мекен ететін жануарлардың суретін салу. Өте жақсы балалар. Бүгінгі сабаққа тыңғылықты қатыстыңдар.